Векторлардың скаляр көбейтіндісі деп келесін айтады. А және Б векторларының скаляр көбейтіндісі тең олардың ұзындықтарының көбейтіндісі көбейтілген осы екі вектордың арасындағы бұрыштың косинусына. Осыны екі вектордың скаляр көбейтіндісі деп айтады. Қасиеттер. Егер А векторы және Б векторы ортогональ болса, ортогональ дегеніміз олар екеуі перпендикуляр. Онда бұл екі вектордың скаляр көбейтіндісі нөлге тең болады. Бұл қасиет солдан оңға ғана емес, оңнан солға дейін, солға қарай да жұмыс жасайды. Яғни, егер екі вектордың скаляр көбейтіндісі нөлге тең болса, онда олар ортогональ, яғни перпендикуляр. Ескере кету керек, мұндағы екі вектор нөлдік вектор емес болу керек. Нөлдік вектор емес болу керек. Екінші қасиет. Егер А және Б векторларының арасындағы бұрышы сүйір болса, онда осы екі вектордың скаляр көбейтіндісі нөлден кіші болады. Нөлден үлкен. Бұл қасиет оңнан солға қарай да жұмыс жасайды. Үшінші қасиет. Егер екі вектордың арасындағы бұрыш доғал болса, онда осы екі вектордың скаляр көбейтіндісі теріс сан болады. Бұл қасиет оңнан солға қарай да жұмыс жасайды. Келесі қасиет. Вектордың өз-өзіне көбейткен кезде, яғни вектордың квадраты, ол тең осы вектордың ұзындығының квадратына. Вектордың квадраты ол тең осы вектордың ұзындығының квадратына. Келесі кеңістіктегі тікбұрыштық координаттар жүйесіндегі векторлардың скаляр көбейтіндісі. Бізде А векторы берілсін, координаттар x1, y1 және z1. Б векторы берілсін, координаттар x2, y2 және z2. Онда бұл екі вектордың скаляр көбейтіндісі келесі форма бойынша табылады. Сәйкес координаттарды көбейтіп қосасыздар. Яғни x1-ді көбейтесіздер x2-ге, y1-ді көбейтесіздер y2-ге, z1-ді көбейтесіздер z2-ге. Шыққан сандарды қосасыздар. Енді мысалдар қарастырайық.
Бірінші мысал. А және Б векторларының скаляр көбейтіндісін табу керек, егер мына ақпарат берілсе. Мұндағы фи ол осы екі вектордың арасындағы бұрыш. Шешу. Бізде ұзындық пен бұның арасында бұрыш берілген, демек, мына бірінші формуланы пайдаланамыз. Модуль А бізде тең 3-ке, модуль Б тең түп арасында 2-ге, фи тең 45 градусқа. Анықтамаға апарып қойық. Екі вектордың скаляр көбейтіндісі тең. Олардың ұзындықтарының көбейтіндісіне, яғни 3 көбейтілген түп арасында 2 көбейтілген косинус фиға, яғни 45 градустың косинусына. Есептейміз. 3 түп арасында 2 көбейтілген, ал 45 градустың косинусы ол бізде түп арасында 2 бөлінген 2. Түп арасында 2-ні түп арасында 2 көбейткен кезде ол болады бізде 2. Сонда 3 көбейтілген 2 бөлінген 2 тең, мына жерде 2 мен 2 қысқарып кетеді, сонда қалады тек 3. Есеп аяқталды. Жауабы. Екі вектордың скаляр көбейтіндісі тең 3-ке. Енді дәл осылай екінші есепті өздеріңіз шығарыңыздар. Бізде А векторының ұзындығы 0,5-ке тең, Б векторының ұзындығы 16-ға тең. Осы екі вектордың арасындағы бұрыш фи 60 градусқа тең. Формулаға апарып қоямыз бірінші, яғни анықтамаға. Бізде ұзындықтардың көбейтіндісі 0,5 көбейту 16 көбейтілген фи бұрышының косинусы, яғни 60 градустың косинусына ол тең. 0,5-ті 16-ға көбейткен кезде болады 8, ал 60 градустың косинусы ол бізде 2-ден 1. Тең болады. Қысқартамыз. Мұнда 4, сонда шығады екен жауабы 4. Есеп аяқталды. Екі вектордың скаляр көбейтіндісі тең екен 4-ке. Келесі мысал. Бізде векторлар координаттарымен берілген. Егер осы белгілі болса, табу керек. Екі вектордың скаляр көбейтіндісін Б векторының квадраты түп арасында және осы өрнектің мәндері. Шешу. Біріншісі. А және Б векторларының скаляр көбейтіндісі. Вектор А көбейтілген вектор Б ол тең. Егер бізде координаттары беріліп тұрса, біз сәйкес координаттарын көбейтіп, бір-біріне қосамыз. Яғни А векторы координаттары 2, минус 1, 0. Көбейту. Б векторы 1, түп арасында 2, минус 5. Көбейтейік. 2-ні 1-ге көбейтеміз, болады 2. Минус 1-ді түп арасында 2-ге көбейтеміз, болады минус түп арасында 2. 0-ді көбейтеміз, минус 5-ге болады плюс 0. Тең болады сонда 2 минус түп арасында 2. Келесі.
айта кетейік, мынау бізде сонда екі вектордың скаляр көбейтіндісі. Бұл бізде жауап болады екен 2 минус туғрасында 2. Келесі екіншісі, табу керек мынандай өрнектің мәнін. Яғни түбірдің астында b векторының квадраты. Жақсы. Қалай жазамыз деп ойлайсыздар? Кім не ойлайды? Мына жерде қараңыздар. b векторын квадраты деп тұр. b векторын квадрат деп тұр. Яғни квадрат деген сөз ол бізде b векторын өз-өзіне көбейтеміз деген сөз. Түбірдің астында вектор b көбейтілген вектор b-ға тең. Осы екі векторды бір-біріне көбейтейік. Сонда бізде b вектор 1 түбір астында 2 минус 5 көбейтілген 1 түбір астында 2 минус 5. Осы екі вектордың скаляр көбейтіндісін соңында түбірдің астына алады екенбіз. Тең. Есептейік. 1-ді 1-ге көбейтеміз, болады 1. Түбір астына 2-ні көбейтеміз, түбір астына 2 болады 2. Минус 5-ті минус 5-ге көбейтеміз, болады 25. Осының барлығы бізде түбірдің астында тең. Шығады бізде түбірдің астында 28. Немесе басқаша айтқан кезде 28 ол бізде 4 көбейтілген 7. 2 түбірдің астында 7. Жауабы 2 түбір астында 7. Келесі. Үшіншісі. А минус Б көбейтілген А плюс С. Яғни екі вектордың айырымын көбейтеміз екі вектордың қосындысына. Алдымен жазып алайық. А вектор минус Б векторы көбейтілген А векторы қосылған С векторы тең. Мына жерде қараңыздар. Жақшаның ішін есептеп алайық. Яғни жақшаның ішінде бізде екі векторды бір-бірінен азайтып алайық. Бізде сонда А векторы ол бізде 2 минус 1 0 азайту Б векторы. Б векторы бізде 1 түбір астында координатасы. 1 түбір астында 2 минус 5. Жақшаны жабайық. Осыдан шыққан векторды көбейтеміз мына екі вектордың қосындысына. Көбейту А вектор 2 минус 1 0 қосу С векторіне. С векторы бізде 1 2 5. Жақшаны жабайық. Қазір енді жақшаның ішіндегі өрнектің мәнін есептеп алайық. Мына екеуін азайтайық бір-бірінен. Сонда шығады бізде 2 азайту 1 ол 1. Минус 1 минус түбір астында 2 ол солай қалады. 0 минус минус 5 ол болады бізде 5. Көбейтеміз мына векторге. Яғни 2-ні қосамыз 1-ге болады 3. Минус 1-ді қосамыз 2-ге болады 1. 0-ді қосамыз 5-ге болады 5. Енді осы екі вектордың скаляр көбейтіндісін табамыз.
яғни 3-ті көбейтеміз 1-ге, болады 3. 1-ді көбейтеміз, мынаған ештеңе өзгермейді, солға жазамыз. -1 минус түбірасында 2. 5-ті көбейтеміз 5-ге, болады 25. Тек ықшамда қалды. 3 минус 1 болады 2. 2-ні қосамыз 25-ге, болады 27. Және минус түбірасында 2. Жауабы 27, азайтылған түбірасында 2. Есеп аяқталды.